Сәлем достар, бұл 8-ші сабақтың үй жұмысының жауаптары. Видеоны паузаға басып, үй жұмысының тексеріп алыңыздар. Бірінші тапсырма бізде түстерге байланысты болды. Мынау сөздер дұрыстап жазуымыз керек. Сонымен бізде екіншісі black, үшіншісі brown, төртіншісі blue, бесіншісі white, green, yellow, orange екен. Тексеріп алыңыздар. B тапсырмасында бізде slow, expensive, old, short, good, tall. Қарама-қарсы мағынада сөздерді жазуымыз керек болған. Одан кейінгі тапсырмада бізде listening болатын, тыңдалым бөлімі. Дұрыс сурет таңдауымыз керек болды. B екен, біріншісінде, екіншісінде A, үшіншісінде B. Осы сөздерді жаттап алдыңыздар деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.